достар, мен Дока. Бүгінгі видеода біз алғашқы махаббат екі сериясын түсіретін боламыз. Мен алдын жолы сізге бір сериясын түсіріп, сосын 1,5 ай болды, әлі түсірген жоқ болатынмын. Сондықтан екінші сериясын түсіріп жатырмын. Енді маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастаймыз. Мына менің жататын сыныбым қандай үшін әдемі екен. Жарайды, кірейін. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, қай сыныптың баласың? Мен білмеймін, мен жаңадан келдім ғой. Жүре ғой, мен сенің сыныбыңа апарайын. Жүр. Не мынау сенің сыныбың? Рахмет, апай, жақсы, мен кеттім. Керемет екен. Сәлеметсіз бе, аға, кірсем бола ма? Келдің ба? Отыра ғой, бос орынға отыр. Рахмет, ағай, сізге. Так. Балалар, бүгін біз сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымызда біз осында косинустар деген сабақты өтетін боламыз. Яғни балалар, бұл математика сабағы. Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күніңді жазыңдар. Қыздар, мынау жаңадан келген қыз ба? Иә, жаңадан келген сияқты. Иә, вообще өз мектептен көрмеппін. Иә, жаңадан келіпті. Жақсы, балалар, жазамыз. Балалар, қоңырау соғылып қалыпты ғой, үйірмесін жазып алыңдар. Так, номер 76 мен 77-ні орындап келіңдер. Жақсы, ағай. Сабақ аяқталған сияқты ғой. Балалар, сосын тағы да бір жайт бар. Мен сендердің сынып жетекшілерің емес, сондықтан сынып жетекшілерің айтады. Жақсы. Жақсы, мен кеттім. Сәлеметсіңдер ме, балалар, қалайсыңдар? Мына тақта неге сүртпегенсіңдер? Не қарап отырсыңдар, кезекшілер? Балалар, бүгінгі сыныпта бізге жақсы жаңалық бар. Бүгін бізге жаңадан сыныбымызға келеді. Жаңадан оқушы келеді. Соны жақсылап қарсы алыңдар, себебі ол директордың баласы деп жатыр. Тағы да урод бала шығар сол бая. Сол айтам, біз сыныпқа мүлдем жаңадан нормально бала келмейді. Сол айтам, қыздар келсем, бұрынғы хотя бы жаман балалардың әрең де құтылдық қой. Мен қаламаймын. Тек қыздар оқыса жақсы болушы еді. Жақсы, балалар, мен қазір анасын шақырып келейін. Директор шақырып келейін. Жүре ғой, бала. Не, балалар, енді бұл бала сендермен бірге оқитын болады. Мына ол точно біз классқа кірді ма? Мына қандай әдемі. Я келсем қатты, прям краш. Бүкіліне не болды? Бір бала үшін. Қалайсыңдар, қыздар? Ол бізге қыздар деді. Жақсы, балалар, біз қазір ағылшын сабағын өтеміз. Балалар, бүгін біз ағылшын сабағында I can't және I can't деген сабақты өтеміз.
дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазыңдарда жаза беріңдер. Мен бұндай бала күткен жоқпын. Не балалар? I can't олар болымды және болымсыз түрде. Мәссаған, өте прям ғой. Тағы да ана қыздардың хаттарыма керек емес маған бұндай хат. Зато бүкіл мені жақсы көреді. Бұл вообще не деп ойлап отыр? Балалар, сабақ бітті, енді қоңырауға шығып келін. Енді сабақ бітті. Енді үйлеріне қайтыңдар, ойнап жүріп алмаңдар. Сендердің аттарыңды іздеп жүрмеймін. Жарайды, мұғалім, айтсаңыз болды ғой. Қайтамыз мұғалім. Қайтамыз мұғалім. Жарайды, қайтыңдар. Жарайды, кеттім, мен үйге баруым керек тез. Не болған мынауға? Әдетте мен бүкіл қыздар жақсы көріп жүреді. Маған вообще басқалай қарады. Нормально басқа қыздар бар. Жүріңдер қыздар. Вау, бізге қыздар деді. Жүріңдер қыздар, бірге барайық. Сен әдемісің прям. Біз сені жақсы көреміз. Солай достар болды. Бірақ та бұл қыз оны жақсы көрмейді. Не екенін түсінбеді өзі. Не істеп жатсыздар қыздар? Біздің де парезіміз бар. Сен болсаң жүрсің просто. Қуасыңдар ма? Әлі кішкентайсыңдар ғой. Қайдағы барың сендерге? Бізге бәрібір вообще аузында не бол. Бұл қыздар сол бір баланың артынан кетіп қалды. Енді мен досым жоқ болды ғой. Жарайды. Болды, үйге баруым қажет. Достар, осы жерден тоқтатайық. Келесі серия өте қызықты болады деген болады. Яғни ол жерде мүлдем басқа нәрселер болады. Сіздерге қатты ұнайды деген ойдамын. Әрине мен даусым кішкене жаман болып тұр, себебі мен тағы ауырып қалған болатынмын. Мен көп ауырамын, сондықтан кешірім сұраймын. Достар, енді видео ұнап жатса лайк күтемін. Ал барлықтарыңа пока.